Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 100-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы мазмұндама. Балалар, біз бүгін сіздермен мазмұндама жазатын боламыз осы сабақ бойынша. Мазмұндаманы қалай жазамыз? Мазмұндама белгілі бір жоспарға сәйкес, немесе бір белгілі ойды қамти отырып, немесе бір белгілі бір тақырыпқа арналып жазылатын шығарманың түрін айтамыз. Біз бүгін көктемге байланысты шығарма жазатын боламыз. Мазмұндаманың тақырыбы «Қош келдің көктем» деп аталады. Жадырап көктем келді. Күн жылынып, құстар келе бастады. Ағаштар бүр жарып, алғашқы бәйшешектер бой көтере бастады. Адамдар қалың киімдерін тастап, жеңіл киімдерін киіп, бар тіршілік көңілді күйге ене бастағандай. Біз жылда көктем келгенде ауламызға көшеттер отырғызамыз. Маған көктем мезгілі қатты ұнайды. Балалар, бұл мазмұндама мына сұрақтардың, яғни жоспар десек те болады, осы жоспардың көмегімен жазылды. Бірінші, қыстан кейін қандай мезгіл келеді? Көктемде ең алғаш қандай гүл бой көтереді? Көктемде адамдар қалай киінеді? Көктем мезгілінде тіршілік қандай күйге енеді? Саған қандай мезгіл ұнайды? Балалар, сіздер де осы мазмұндаманы жазсаңыздар болады, немесе осы мазмұндаманы негізге ала отырып, кез келген өздеріңіз қалаған бір тақырыпқа мазмұндама жазсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.